Сәлем қыздар, бисерден дәл осындай әдемі браслет тоқып алғыларыңыз келе ме? Жасау жолы оңай. Менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен лескаға ине тағып, бір жағына 10, бір жағына 11 бисер саламыз. Және сол екеуін қосамыз ортасынан. Біреусіне қосып, біреусін өткіземіз де лескадан. Барлығын қосып шығамыз. Сонымен осылай 11 жасаймыз. 11 тор көз жасаймыз. Одан кейін бір-біріне осылай өріп шығамыз, ішіне кіргізіп шығамыз. Жасап алғаннан кейін. Өте оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Бір-біріне кіргізе береміз. Алдына, артына, ортасына бірінен кейін бірін кіргізіп, осылай әдемі браслет тоқып алыңыздар. Мендегі бисерлердің түсі онша емес. Сіздер көзге көрінетін әдемі немесе золотистый жылтыраған сондай түрін таңдасаңыздар күшті көрінеді. Менде мектеп кезінен қалған бисерлер. Енді қараңыздар, сарын өткіземіз. Ортасына салып, артынан тартамыз. Өте оңай. Тоқығанды да көрдіңіздер, бұрында мектепте бізде еңбек сабағында үйрететін, осындай тоқуды. Жай ғана 11 штук және бір шетіне 10 штук бисерді алып бір-біріне қоса береміз де, қосып болғаннан кейін мынандай шығарамыз. Бір-біріне оны өреміз. Менімен бірге осылай жасап көріңіздер. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып өтіңіздер, комментарий жазып өтіңіздер, өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса оны жазыңыздар, қай жер дұрыс емес, қай жер ұнаған жоқ. Сіздермен болған мен Ұлдана, сау болыңыздар.